Қазіргі 21 ғасырда күйзеліс пен депрессия заманында үй жануарларын бағу әуестік қана емес, қажеттілік те болып бара жатыр. Үй жануарлары жақсы компаньон ғана емес, сонымен қатар иелерінің жақсы көңіл-күйі мен физикалық белсенділігінің кепілі бола алады. Ит пен мысық немесе басқа да жануарларға аз ақша кеткенімен, олар сіздің және отбасы мүшелеріңіздің денсаулығына берер пайдасы орасан зор. Назарыңызда үй жануарларының берер пайдасы. Күйзелісті түсіреді. Жануарлар, әсіресе жетік қазынаның бірі, ит күйзелісті түсіруге кәдімгідей қабілетті. Америкалық зерттеушілердің 2012 жылғы зерттеулерінде бұл мәселеге көңіл бөлінген болатын. Итті жұмысына апаратын, итті үйінде қалдыратын және мүлдем ит ұстамайтын иелері салыстырылған болатын. Қорытындысында итті жұмысына апаратын адамдардың күні бойғы стресске түспейтіні, ал итін үйде қалдыратындар көбірек түсетіні анықталды. Ал мүлдем ит ұстамайтын адамдар стресске ең сезімтал болып шықты. Аллергияға сезімталдықты төмендетеді. Қызықты тақырыптағы зерттеуді Гүржістан мен ақш-тың зерттеушілері өткізген болатын. Зерттеу нәтижесі біршама қызық қорытындылар жасаған болатын. Бірінші, ит пен мысық сәбидің аллергияға сезімталдығын тек алғашқы жылында ғана төмендете алады. Екінші, алғашқы жылында емес, кейін пайда болған үй жануары аллергия сезімталдыққа әсер етпейді. Үшінші, өмірінің алғашқы жылында мысық болған адамдар болмаған адамдарға қарағанда мысыққа аллергиясы жартылай азаяды. Төртінші, өмірдің алғашқы жылында ит болған ер адамдар болмағандарға қарағанда итке аллергиясы жартылай азаяды. Әйелдерде мұндай құбылыс байқалмаған. Бесінші, аталған нәтижелер ит пен мысық тек үй ішінде болғанда ғана жүзеге асады. Физикалық белсенді болуды ынталандырады. Бұл әрине көбіне иттерге қатысты. Иттерді күнделікті серуендету физикалық белсенді болуға және үйде отырмауды ынталандырады. Және осы салдардан келесі пайдалы жағы шығады. Иесінің жүрек жағдайын жақсартады. Ит иелері ұстамайтындарға қарағанда 54%-ға белсендірек болады деген қорытынды жасалған болатын. Онымен қоса, ит иелерінің қан қысымы төмен, қандағы холестерол мөлшері төмен болатыны да байқалған. 2007 жылғы Калифорнияда өткізілген зерттеу бұны дәлелдеген еді. Жүрек жетіспеушілігінен зардап шегетін ауруханада жатқан науқастарға жасалған терапияда ит қолданылған болатын. Итпен бар болған 12 минут қана уақыт өткізу қан қысымын жақсартып, мазасыздықты жоятыны айқындалған. Эмоциялық саулықты жақсартады. Үй жануарлардың иелері жануар бақпайтындарға қарағанда өзін-өзі бағалау жоғары, көбіне көп экстраверт болатын, көп уайым қайғыға салынбайтынын, күнделікті өмір қиындықтарынан қорықпайтын 2011 жылғы зерттеу мәлімдеген болатын. Бұл аталған жақтардан басқа үй жануарлары адамды қоғамға кірігуді жылдамдататын құрал ретінде белгілі. Айта кетерлік жайт, жануарлар адамдар секілді өткенді ойлап, болашақта уайымда өмір сүрмейді. Олар нақ осы сәтте өмір сүреді. Келесіде итпен серуендеп жүргенде тоқтап, айналаңызға бір назар салуды ұмытпаңыз. Аталған мақалалар сілтемелерін дескрипшнға қалдырдым. Қарай аласыз.